Балалар, 163 беттегі 528 тапсырмаға назар аударайық. Тіктөртбұрыштың ауданы 4 квадрат дециметр. Тіктөртбұрыштың ені 2-ден 1 дециметр, 5-ден 2 дециметр, 1,5-ден 3 дециметр, 1,4-ден 1 дециметр болса, оның ұзындығы қандай дейді. Жалпы тіктөртбұрыш бар, оның ауданы балалар 4 квадрат дециметрге тең. Егер осындай көлемде аудан бар болса, сол тіктөртбұрыштың енінің ұзындықтары белгілі бізде. Дәл осы еннің ұзындықтарын пайдалана отырып, біз тіктөртбұрыштың ұзындығының қандай екендігін анықтауымыз қажет. Мінекей. Олай болса жазып алайық. Ауданы S тең болады 4 квадрат дециметрге. Тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын латын әліпбиінің кіші әріптерімен енін В деп, ал ұзындығын А деп алайық балалар, иә? Бізде 4 ен берілген, сондықтан В1, В2, В3 деп реттік номер енгізу арқылы жазамыз. В1 тең болады 2-ден 1 дециметрге, В2 тең болады 5-ден 2 дециметрге, одан кейін В3 тең болады 1,5-ден 3 дециметрге, және соңғы В4 тең болады 1,4-ден 1 дециметрге. Міне, осы өлшемдерді пайдалана отырып ұзындығын анықтаймыз. Яғни А1-дің неше дециметр екендігін, келесі А2-ның неше дециметр екендігін, одан кейін А3-дің неше дециметр екендігін, және де А4-дің неше дециметр екендігін. Шешуін жазайық. Шешуі. Ал енді біріншісінен бастаймын. Бірінші А1-ді табайық. Жалпы аудан формуласын жазып қойаймын да. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтетінбіз. Ал қазір бізге ұзындығын табу қажет. Ұзындығын табу үшін ауданды бөлеміз еніне. Дәл осы формуланы пайдаланамыз балалар. Мұқият қараңдар. А тең, ауданымыз 4-ге тең, бөлеміз енді В1-ге 2-ден 1-ге тең деймін. Натурал санды бөлшек санға бөлеміз. Бөлінгішімізді көбейтеміз бөлгіштің кері санына. Яғни 4-ті көбейтеміз. Кері санымыз 2-ден 1-дігі 2-ге тең, 4-ті 2-ге көбейтеміз 8-ге тең. 8 дециметр. Мінекей балалар. Келесі, екінші. Мұнда А1, енді А2-ні табамыз. Ол үшін 4-ті бөлеміз В2, яғни 5-ден 2-ге бөлейік. Тең. 4-ті көбейтеміз 2-ден 5-ге. Дәл осылай алмастырып 1-ден жазайық. Мұнда 4-ті 2-ге қысқартамыз 2 болады, 2-ні 2-ге қысқартамыз 1. 2-ні 5-ге көбейтеміз 10-ға тең. Сонда жауабы 10 дециметр болады. Келесі үшінші А3-ті табамыз. Ол үшін 4-ті бөлеміз 1,5-ден 3-ге тең. 4 бөлу, аралассанды бұрыс бөлшекке келтірейік. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады. 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, 3-ті қоссақ 8 болады. 4-ті көбейтеміз деймізде 8-ден 5-ге, кері санға көбейтеміз. 4-ті 4-ге қысқартамыз 1, 8-ді 4-ге қысқартамыз 2-ге тең. Жауабы 2-ден 5 дециметр болады. Мінекей. Және соңғы 4-ші А4-ті табамыз. Ол үшін 4-ті бөлемін 1,4-ден 1-ге. Мінекей балалар. 4 бөлу, аралассанды бұрыс бөлшекке келтірейік. Бөлімі еш өзгеріссіз жазылады. 4-ті 1-ге көбейтеміз 4, алымында 1-ді қосамын 5 болады. Мінекей. Сонда жазамыз. 4-ті көбейтеміз 5-ден 4-ге деймін. Тең. Бүтін бөлігін алымына көбейтеміз балалар. 4-ті 4-ге көбейтеміз 16, ал бөлімінде 5, 5-ден 16 дециметрге тең. Мінекей. Барлық көрсетілген тіктөртбұрыштардың ұзындығының неше дециметр екендігін анықтадық балалар. Ерекшелеп көрсетіп қояйын. Осымен 163-ші беттегі 528-ші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.